енесімен абысынын дуалаған келін 3 бөлім. Төсекке құлай кеттім. Ыңқылдап, сыңқылдап, ішімді ұстадым да жата бердім. Не болып қалды, білмеймін, жүрегім айнып құса беріп жатырмын. Тағы да тамақ жемедің бе? Аузыңнан қайтып шыққанша жедің бе? Жоқ, олай емес. Ешқандай иіс ұнамай жатыр. Құсқым келе береді. Жүрегім айнып, бірдеңелерді жегім келіп тұр. Тоқташы, әлде сенде бір өзгеріс бар ма? Білмеймін. Сол ішімде ауырып жатыр. Жаным, осы күнді көп күттім-ау. Рахмет, рахмет саған. Мен әке боламын. Сол кезде өзімнің өтірік айтып тұрғаныма еш қиналмадым. Ол қуана сыртқа атып шығып кетті. Артынан бағанағы ашуындан ешбір із қалмаған жүзі қуанышқа толы енем мен абысыным жетіп келді. Келін-ау, жаңа маған неге бірден осылай айтпадың? Жағдайың қалай? Не жегің келіп тұр? Самса пісіріп берейін бе? Не қалайсың? Бәрін айт. Келін шырағым, аяғыңның астына көрнешені бүктеп қойып жат. Тірлік бітпейді бәрібір. Емін-еркін жата бер. Бәрі мәз-мейрам болып жүрді. Орнынан тұрып, сыртқа шығып, дәретханаға барсам, етеккірім келіп тұр. Өтірік айтқанымды білдірмеу үшін не істерімді білмедім. Оның үстіне күйеуім бірден сезіп қоятынын жақсы білемін. Абысыным ұлына қатты ұрсып жатқанын көрдім де, құлағыма шайтан сыбырлады ма білмеймін, арам ойымды іске асыруға кірістім. Қолыма шелекті алып, краннан су тасып, қызанақ қайнатқан қазанды жуып, жабылған банкаларды ішке тасып жүрдім. Өзім жылап жүрмін. Содан бір кезде жұрттың назарын өзіме аударту үшін банканың біреуін жерге тарс еткізіп тастап жібердім де шыңғырып айқайлап бастадым. Жұрт келем дегенше жерге ішімді ұстап, екі бүктеле жатып қалдым. Бәрі жүгіре жетіп келді. Етегімдегі қанды көріп, абысыным шошып кетті. Ойбай апа, қан кетіп жатыр. Келін, мен саған аяғыңды көтеріп жат дедім, емес пе? Неге жүрсің? Сіздер ашуланып жақтырмай жүрсеңіздер, мен қалай еркін жатамын? Саған біреу бірдеңе деді ме? Абысын, білемін, балаңыз түсіп қалды. Бірақ оған мен кінәлі емеспін ғой. Сіздің балаңыз түсіп қалса, менікі де түсіп қалуы керек пе еді? Дегеніңізге жеттіңіз бе? Қалағаныңыз осы ма еді? Не деп тұрсың? Мен сенің жүкті екеніңді қазір ғана білдім емес пе? Жаңа ғана бөлмеме кіріп, банка жап деп ұрысқан сіз емес пе? Ауырып жатырмын десем, қайныма айтып, сазайыңды тартқызамын деген кім сонда? Әлде мен өтірік айтып тұрмын ба? Әлде не айтасыз қайныңызға? Мен сенің жүкті екеніңді, ішіңнің ауырғанын қайдан білейін? Келіндір жетер енді. Айналдырған екеуің бір үйге сыймай не көрінді? Екеуіңде бірден бір тірлік істемей-ақ қойыңдар. Өзім-ақ істей саламын. Көп сөзді қойып жедел жәрдем шақырыңдар. Больницаға апарып жатырын тазалатсын. Жоқ, шақырмаңыздар. Қажеті жоқ. Одан кейін мүлдем бала көтере алмай қалуы мүмкін. Бармаймын ешқайда. Больницаға барсам, өтірігім ашылып қалуынан қорқып бармау үшін сан түрлі сылтау айттым. Күйеуім, абысыным мен енем ашуланып, оларға сөйлемей жүрді. Өтірік сөйлеп, оны үміттендіріп қойғаныма қатты өкіндім. Өтірік істерім жаныма батып, жылаған. Енем мен күйеуімнен сұранып, төркініме қыдырып бардым. Менің анамның ештеңеден хабары жоқ. Бірақ уайымға салынып, көзім жастан құрғамайтынын көріп, ақылын айта бастады. Қызым-ау, неге жылай бересің? Күйеу бала бірдеңе деді ма? Жоқ, ол өте жақсы адам. Онда неге жылайсың? Енем мен абысыным ғой. Олар саған не дейді? Қолыңды бірнеше рет ұстадым. Сөзіңмен көріп те тұрмын. Күндіз-түні тынын таппайтын пысық келіннің қолы мұншалықты жұмсақ мамық бола қоймас. Соған қарағанда ауырдың астымен, жеңілдің үстімен тірліктен қашып жүрген жоқсын ба? Жоқ, мен бәрін де істеймін. Олай болса, олар саған неге тиіседі екен? Енем мені емес, абысынымды жақсы көреді. Ой жаным-ау, уақыт өте келе сені де жақсы көріп кетеді. Тірлікті тақадай істеп,
бар жағдайын жасап, ұлына қамқор болсаң, өзі-ақ сені жақсы көріп кетеді. Анам бар қалып ақылын айтты, бірақ ол кезде ақпа құлақ болғаннан болса керек, ешбір ақылына құлақ салмадым. Жақында тұрмысқа шыққан құрбымды кездестіріп қалып, біраз әңгіме айттық. Оның енесі дуакеш әйел болыпты. Ұлын қызғанып, құрбым мен күйеуі екеуін ажыратып жіберіпті. Шайтанның бұйрығынан шыға алмайтынын мен бейбақ тойымызда түскен әке-шешем мен енемнің суретін тауып алып ауылдағы тәуіпке бардым. Ол кісі енемді абысыным дуалап, өз дегенімен жүретін етіп алғанын айтты. Ал маған қайтарма дуа жасап беремін деді. Енемді абысыныма қарсы тұратындай етіп дуа жасаттым. Бір қалтаға түйілген құмға дем салып, оны енеңнің бөлмесіне себесің, деп қолыма ұстатты. Айтқанын екі етпей, енемнің бөлмесіне білдірмей сеуіп тастадым. Бірақ еш өзгеріс бола қойған жоқ. Өтірік айтып үйден шығып талай бақсы балгерге барып, енем мен абысынымның суреттерін көрсетіп, сырттарынан дуа жасаттым. Жасатқан дуа әзір етіп, екеуі болмашыға келіспей, ұрыс-жанжал көбейіп, екеуі қырылып қалды. Тіпті абысыным екі баласымен төркініне кетіп те қалды. Бірақ қайнағам барып қайта алып келді. Бірнеше айдың ішінде қаншама жылдық сыйласып келе жатқан ене мен келін бір-бірін түстіп жей бастады. Ақыры соңы енем оларды үйден қуып жіберді. Қайнағам мен абысыным пәтер жалдап тұра бастады. Әбден дуа жасатқан енем алжып, есін жоғалтып қалды. Мен қараусыз қалдырған соң, абысыным келіп өзімен бірге алып кетті. Енем үйден қуғаннан кейін абысыным маған мүлдем сөйлемей қойды. Жұмған аузын ашпайды. Бір жылдай ешкімді танымай алжып төсекте жатып, енем қаза болды. Өз үйінен шығармай, жалдамалы пәтерден жаназасын шығарды. Өзімді кінәлаудың орнына мені жақсы көрмей шетке шығарып қойған өздері кінәлі деп үнемі өзімді ақтап жүрдім. Жаным қиналғаны рас, бірақ екеуінен де құтылған мен сорлы өзімді жеңіс иесі санап бақытты болып жүрдім. Әй дейтін бір әже жоқ, қой дейтін бір қожа жоқ. Теледидарды қосып қойып, түрік кәрістің киноларын көріп жатқаныма мәзбін. Күйеуім келер уақыт жақындағанда жүгіріп жүріп үй жинаймын, ас әзірлеймін. Тек көзге көрінетін жерлерді ғана жинап, көрінбейтін жерлерге керексіз заттың бәрін тығып тастаймын. Тамағым дәмсіз, наным қатып қалған. Күйеуім ашуланып, боқтап қала алады. Екі сөзінің бірінде анам мен абысыным сені жақтырмайтындай бар екен. Әттең-ай, деп басын шайқап қалатын. Ағасының алдына талай рет барды жалынып, бірақ олар қайта келмеді. Тамақ әзірлемей, дүкеннен дайын азатты сатып алып жей беремін. Қарызға ала беріп, күйеуімнің бар тапқанын қарызға төлеп ақшадан қинала бастадық. Солай жүргенде аяғым ауырлады. Жеріктігім ұстап, дүкеннен 2 есе қарызға баттым. Күйеуімнің тапқаны қарыздың жартысына ғана жетті. Дүкен иесі төлей алмаған соң қарызға бермей қойды. Үйде бар соңғы картоп пен пияздан дәмсіз етіп ас әзірлеп күйеуіме бердім. Ол болса жемей аштан аш жатып қалды. Біздің қарызға батқанымыз жайлы бүкіл ауыл естіді. Дүкенші күн сайын келіп есігімді тоқылдатып, мен ашпаған соң ұрсып кетіп қалады. Тіземді құшақтап жылаймын да отырамын. Жұмыс іздеп жұмысқа шықтым. Өз енем мен абысынымның арасында болған жанжалға жұрт мені кінәлап, менімен ешкім араласпай қойған. Нашар мінезімнің кесірінен ешбір жұмысты алып кете алмадым. Дүкен иесінің әбден ашумен есігімді қаққанына құлағым үйреніп қалса керекті. Бір емес бір аптадай бұл дауыс шықпай құлағым тыныштыққа үйренісе алмай жүрдім. Ақыр соңы шыдамым таусылып дүкенге бардым. Барсам қолында қос-қос пакеті бар дүкен иесі менің шақырпақ болып жүрген екен. Мә, мыналарды ал, бұл не болушы еді? Әрине азық-түлік. Ана байыңа обал, аш қалып бір жерден құлап өлер. Маған қарызға ештеңе бермей қойған едіңіз ғой, бұл қалай болғаны?
Енді қарызың жоқ. Қарызыңды да мына заттардың ақшасында біреу төлеп қойды. Рас айтасыз ба? Ол кім екен? Оны қайтесің? Үйіңе бар да тамағыңды істе. Күйеуің айлық алатын күнге дейін мыналарды үнемдеп жеткіз. Жарайды, көп рахмет. Жүгіре үйіме барып ас әзірлеп, дастархан жайып, күйеуімнің келгенін күтіп отырдым. Таңданып таңданысын жасыра алмады. Азық-түлікті қайдан алдың? Білмеймін. Біреу қарызымызбен қоса азық-түліктің де ақшасын төлеп кетіпті. Біреу дейсің бе? Сен үшін олар жай ғана біреу болғаны ма? Бәсе, сол үшін де олар мен басыңа сыйыса алмаған екен ғой. Жай ғана біреу ретінде емес, өз туған ағаң мен жеңгеңдей көргеніңде бәлкім қазір бұлай жүрмес пе едік. Олар өзі пәтер жалдап жүріп, біздің 100 000 теңгемізді төлейді дейсің бе? Олар емес шығар. Олардан басқа менің туысым бар ма? Осыншалықты ақымақ әйелді маған жар етіп қосатындай қандай күнәм бар екен? Сені жолықтырған күнге қарғыс айтсын. Жемеймін. Қаласаң өзің жей бер. Тамағыңнан өтсе егер. Бұл сөздер жаныма қатты батты. Бірақ тәубеме келтіре қойған жоқ. Ұялмай, арланбай қанымды тойдырып алдым. Бірінші күні жемеген мен кейін жей бастады. Ол айлық алғанша азық-түлік жетіп, айлық алған күні тағы да келесі айға жететіндей етіп азық-түлік алып қойдым. Қалған ақшаны газ, жарыққа төлеп, ол жақтағы қарыздарымыздан да құтылдым. Жүктіліктің 6-шы айында қатты ауырып, балам түсіп қалардай болып жүрдім. Сол кезде небары 7 жасар абысынымның қызы, ерке қыз келіп үйімді сыпырып, жаңын сүртіп, ыдысымды жуып беріп кететін. Тағы да қол келмейді ғой. Абысыным нан жауып, бауырсақ самсасын пісіріп, айран, сүт, ет беріп жібереді. Сол кезде өздері жер алып, үй тұрғызып жүрген, сонда да қолдарынан келгенін аяған жоқ. Тұңғыш қызымды босанып, перзентханада жатқанымда, қасымдағы келіншектерге туыстары ыстық тамақ, анау-мынау алып келіп жатқанын көріп, ішім ашып, қызғаныштан өзегім өртенетін. Мені күйеуімнен басқа ешкім іздеп келмейді. Бір сәтте санитарка апай тегімді атап тола-тола 2 пакет тастап кетті. 2 литрлік банка толы майлы қайнатпа сорпа, май пәтір, сүт, айран, тағы да басқасы бар. Одан бөлек өзі тоқыған қызыма шұлық, киім-кешек бәрін әкеліпті. Абысыным келгенін бірден ұқтым. Үйге шықсақ, үйдің іші тап-таза. Қызыма арнайы көрпеше тігіп, жаялақтарын төсеп, адыраспан түтетіп, ыстық шай тамақ дайындап, өзі кетіп қалыпты. Сол кезде алтындай қымбат, адамның бағасын білмей, қадіріне жете алмаған, өзімді өзім жек көріп кеттім. Сол кезде абысынымның айтқан ақылдары есіме түсіп, өзегім өкініштен өртенді. Емізіп отырған қызымның жүзі көз жасыма жуылды. Солай-солай бір-бірімізді көрмесек те, бір-бірімізге жақсылық жасап жүрдік. Бірақ жүзіне тек қарап, тіке қарап, кешірім сұрауға бата алмай жүрдім. Шыны керек, кешірмеймін, сені көргім келмейді деп айтады ма деп қорықтым. Солай қаншама жыл алыстан сыйласып жүрдік. Оның балалары мен біздің балалар бір-біріне өте бауырмал болды. Бір-бірлерін үнемі іздеп жүреді. Шынымды айтайын, менің балаларымды абысыным мен қайнағам тәрбиелегенін қалап, олардың үйіне көп жіберетінмін. Өйткені менің тәрбиемді алған қызым ертеңгі күні мен секілді опық жеп қалама деп қорықтым. Ана болып қызыма ақыл айтқан адам емеспін. Тек абысынымның ақылын тыңдап, тәрбиесін алған ұл қызым солар секілді саналы, иманды болып өсіп өнді. Содан сенің парақшаңды тауып алдым. Бүкіл жасаған иттігім көз алдымнан өте берді. Бар күш-жігерімді жинап, кешірім сұрадым. Басында жаздым ғой. Сол сәтте абысыным мен
бәрін білемін деп айтты дедім ғой, соны кейін айтып берді. Бір құрбысы мен барған балгерге барып, менің қолымдағы абысыным мен енемнің суретін көріп, абысыныма дуа жасатып жүргенімді айтыпты. Соны біле тұра маған жақсылық жасап жүрген абысыныма алғыс айтамын. Қазір маған кешірім берген, екеуміз құрбыдай болып жүрміз. Сіздерге айтарым, жас келіндер, енелер, бір-бірлеріңді сыйлаңдар, тату-тәтті болыңдар. Адамдардың бәрі менің абысыным секілді кешіре алмауы да мүмкін. Сол үшін де қателікке ұрынбаңдар.